Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ең дәмді, ең сочный свеж салаттың жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін қажетті көкөністердің барлығын жуып тазалап, қабығынан аршып алдым. Болгар бұрышын осылай ұсақ етіп турап аламыз. Мен екі түсінде қолдандым. Салаттың түсі әдемі болады. Огурцыды осылай дөңгелектеп, жіңішке етіп турап алдым. Сәбізді осылай терканың орташа көзінен өткізіп алдым. Қызанақтарды да қатты үлкен емес, қатты майда емес, орташа қалыңдықта турап шықтым. Осы рецептпен жасап жүргеніме 2-ші жыл, отбасымыздың барлық мүшесіне ұнайды. Сарымсақты да қатты ұсақ етпей, орташа қалыңдықта турау керек, себебі салатымыздың ішінен барлығы көрініп тұру үшін. Мен барлық салатта аскөктің көп болғанын ұнатамын, сондықтан көп турап жатырмын. Ал сіздерге көп болғаны ұнамаса, өз қалауларыңызбен қоса бересіздер. Мен салатты ащы болу үшін ащы бұрыштан 3 данасын турап қостым. Егер сіздерге тым ащы керек болмаса, онда 1 данасын ғана турап қосса болады. Лавр жапырағы мен қара бұрышты, тұзын, қантын барлығын жақсылап араластырып алып, 3-4 сағатқа бетін жауып тындырып қоямыз. Қажетті ингредиенттің барлығын астына описанияға қалдырып кетемін. Қанша мөлшерде қосу керегін содан көрсеңіздер болады. Сол жазылған мөлшерімен қоссаңыздар, барлығы ойдағыдай шығады. Мен қысқы салаттардың барлығына қантын көбірек қосамын, себебі қызанақтың қышқылын жойып, дәмі әдемі бола түседі. Салатқа сұйық май қосқан видеом түспей қалыпты. 100 мл сұйық май қосып жібересіз. Міне бәрін жақсылап араластырып алдым. Түсі әдемі ерекше болып шықты. Енді бетін жауып қойып қоямын. Негіз салатты 3-4 сағат тындырып болған соң, банкаларға салып, сыртынан қайнатып, жаба беруге болады. Салатты бұл жолы анамның әдісімен жасадым. Алдымен қазанға үлкен 2 бас пиязды қуырып алдым. Жақсылап сарғайғанша қуырдым. Қуырып болған соң, жаңағы дайын болған салатты үстіне салып, 15 минутқа бір бұрқ еткізіп қуырып аламын. Сонда көкөністерімізде өз сөлін бөліп, сочный болып шығады, әрі жегенге қатты болып қалмайды. Міне 15 минут өтті, біздің салатымыз дайын болды. Сөлі шығып, сочный болыпты. Енді банкаларымызды дайындаймыз. Банкаларды осылай мантаваркаға булап алсаңыз, көп уақыт алмайды. 5-6-ауын бірге булап аласыз. Дайын болған салатты банкаларымызға салып, жаба береміз. Мен осындай салаттарды 1 литрлік банкаларға жабамын, өйткені тез таусылады, тұрып қалмайды. Менде ровно 7 литр шықты. Сізде барлығын осы мөлшермен жасасаңыз, дәл менікіндей шығады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Қазақша контенттің дамуы үшін видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.